Айы да бар міне. Бүгін біз үшін керемет күн. Мақпал Жүнісова, қазақтың жез таңдай әншісі, халқы жақсы көретін. Екі халық әртісі келіп тұрмыз. Негізі 3 халық әртісі келуіміз керек. Роза Рымбаева өзіңіз білетін жақсы. Бірақ бүгін біздің Әлия Молдағұлова апамыз 100-ге толып жатыр. Ақтөбе тойлап жатыр. Сол жаққа кетті, үлгермеді. Сондықтан апау, мына біздің артымызда қазақ өнері, қазақ өнерінің ең шыңында, басында өзіңіз тұрсыз. Сізді өте жақсы көреміз. Әрине. Халық жақсы көреді. Әлі күнге дейін сізді айтады. Сіздің тек келіп, неге кіріп, үлкен сарайларға, тек бүйтіп бір орныңыздан тұрғанда бүткіл халық түрегеп кетеді. Ол ешбір көп әншінің маңдайына жазылмаған батып, және сіздің бұл дауысыңызды ешкім қайталай алмайды. Жерде қаймақ, ана жерде кто-то любит. Острая. Сізге салайын, сіз Манты қаймақпен классно. Ана жерде жгучка бар. Жгучка аштысы ма? Ризамыз, Құдайың тәуба дейміз. Балаларымызды, немере шөбере, туған туысқан, аған жолдас шораларымызды, өзімізді бәле қаза, ауру сырқат, вафаттан сақта. Баршаларымыз зор денсаулық, ұзақ өмір, табыс абырой, құт береке бер. Бір өзіңнен басқа сенерімізді сөнерімізді жоқ, бір өзіңе тапсырды өзің жар бол. Егерде пендешік істеп күнәкөр болсақ, кешіре көр Алла Тағала. Жортқанда жолымыз, жолдасымыз қыдырып, әрдайым алыс сапарларға аман есен барып, сау сәлемет табыс абыройлы боралып, өз бұсыраларымды аттап, бала шаған немере шөбере, ағайын жолдас сорамен қауышуға жазсын. Еліміз аман болсын, елімізде тыныштық, аспан башық болпы, іштегі дау, сыртағы жаудан сақтасын. Дастархандарымыз мол болсын, берекелі, мерекелі, бақытты, қызықты, қуанышты болсын. Алла Тағалам, бір өзіңнің әмірің арқасында, денсаулықтың ішінің арқасына баршаларына келесі күндерді аман есен қарсы алуға жазсын. Әмин. Елікті Құдайым, баршаларымыздың алдарында қойған мақсаттарымыз табысты абыройлы болып орындалып, жолымызға нұр бүтсін, гүл бүтсін, ұзағынан болсын. Алла Тағалам, баршаларында көктегі жердегі апаттан, қайғы қасіреттен, тілден, көзден, оттан, судан, бәле қазадан сақта. Алла Тағалам осы тілегенді Бибігүл апамның маған кигізген сақинасы мен сырғасы. Бәйтерек. Қандай әдемі, е? Вау, вообще. Бриллианты. Черный жемчуг. Еще моншағында берді. Мұрным шелектей болып отырған. Бибігүл апамның шаңырағында болып, мәз болып 4 сағат отырып қайтып келдік. Тон кигіздік Норкадан. Сол әңгіме соғып, әдем отырыс болды. Апам сәлем айтты бәріңізге.